Құрбы-құрдастарыңыздың, туыстарыңыздың, немесе таныстарыңыздың қарапайым шай мен кофеден үзілді-кесілді бас тартып, жай ғана қайнаған суды ішіп жүргендерінің талай рет куәгері болдыңыз. Сұмдық-ай, құр суды қалай ішесің деген сауалды да бірнеше рет жолдағаныңыз есіңізде ме? Олар сізге себебін түсіндіріп жатпады. Сіз де қазанды жабулы күйінде қалдыра салдыңыз. Қайнаған судың пайдасы. Қарапайым қайнаған судың негізгі пайдасы ағзаны тазалауында жатыр. Су іш қатуды емдеп, буындардағы және басқа да мүшелердегі артық тұздарды, бүйрек пен бауырдағы тастар мен шлактарды шығарады. Қайнаған суды ішуді бастағаннан кейін бірнеше күн өткеннен соң буындарда, бүйректе ауырсыну, зәрдің түсінің өзгеруі байқалады. Қорықпаңыз, бұл ағзаңызда оң үрдістердің жүріп жатқандығының белгісі. Қолдану тәртібі. Қайнаған суды таңғы астан 30 минут бұрын аз ғана мөлшерде ішіңіз. Оны асықпай ішу керек. Су ішекті оятады. Оның жұмысқа кірісуіне себеп болады. Қалтарыс бұлтарыстарында іркілген қажетсіз заттарды сыртқа ығыстырады. Аталған қарапайым рәсімді бар жоғы 6 ай уақытқа дейін орындасаңыз жетіп жатыр. Бұл уақытта денеңіз артық майлардан арылып, дене сымбаты қалпына келіп, белгілі бір жүйеге түседі. Омыртқа жотасындағы ауру, сырқаулар жоғалып, икемге келе бастайды. Асығыңыз дұрыс қорытылмай, ішіңіз кеуіп жатса, тамақтан кейін де қайнаған су ішкеніңіз дұрыс. Жылытылған суды ішуді күнделікті дағдыға айналдырсаңыз, нәтижесінде бет терісі тазарады, артық салмақ азаяды, қан қысымы тұрақтанады. Есіңізде болсын, суды қатты қайнатпаңыз, тек жылытып барып, бір кесе суды асықпай, кішкене жұтыммен ұрттап ішіңіз. 20 минут өткен соң таңғы асқа кірісуіңізге болады. Дендеріңіз сау болсын.